Бүгінгі сабағымыз асыл сөз. Абдрахман Асылбековтың асыл сөз өлеңі. Сабақтың мақсаты өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сезімдерді қолдана отырып жеткізу. Және де шығармадағы кейіпкерлердің мінез құлқын, іс-әрекетін оқиғаларға сүйеніп, сюжеттің дамуын болжау. Нақты бүгінгі сабағымызда сіздер балалар ойыңды нақыл сөзбен көркемдейсің. Балалар, біз күнделікті мәтін оқығанда, немесе осы өлең жолдарын оқығанда, жылдам оқуға не кедергі береді деп ойлайсыздар? Біз мәтінді оқығанда регрессиясыз оқуымыз керек екен. Регрессия дегеніміз мәтіндегі сөздерді, екі сөздерді қайталап оқу регрессия екен. Сондықтан да біз регрессиясыз оқуға әрекет қылуымыз керек. Екінші бізге кедергі болатын бұл оқу тәртібінің жоқтығы. Балалар, жылдам оқығанда біз әрбір мәтінді оқымастан алдын артикуляциялық жаттығуларды жасап тұруымыз қажет екен. Артикуляциялық жаттығуларды бәріміз бірге жасап көреміз бе? Әткеншек жаттығуын жасайықшы. Жынысты кең ашып, тілді жоғары төмен 5-6 рет жаттықтырамыз. Екінші жаттығуымыз тіл жаттығуы. Ернімізді жоғары созамыз. Жарайсыңдар балалар. Үшінші жаттығуымыз бұл шарбақ әдісі. Шарбақ әдісінде сынысты көрсетіп, қолымызбен жаттығу жасаймыз. Жарайсыздар балалар. Осындай жаттығулар жасап тұрсақ, біздер жылдам оқуға кедергі болмайды екен. Кітабымыздағы бірінші тапсырманы түсініп оқы. Ойыңды нақыл сөзбен көркемде. Бірінші тақырып мәтінде кірттік сөздерді тауып алайықшы қане. Кірттік сөздер мәтінімізде бірінші тапсырмаға қарай. Кірттік сөздер бар екен? Ернұр айтайықшы. Кірттік сөздер. Қандай сөздер бар екен? Бала, әже, құлақ. Біз бұдан нені білдік? Мәтінде бала жайында, әже жайында, құлақ жайында айтылатынын білдік. Бала кезімде әжем мені жиі қонаққа баратын. Бір қызығы, әр үйге барсам, ылғи құлақ жейтінмін. Әже дедім бір күні шыдамай, неліктен маған құлақ жегізе береді? Әжем айтты. Үлкендер, ата-бабаларымыз солай дәстүр қылған. Үлкендер жас балаларға құлақ беретін болған. Ал енді, неліктен бізге құлақ береді екен? Жақсы сөзге құлақ түріп болсын, айтқанды тыңдап өссін деген нақыл сөз осыдан қалған екен. Тапсырмамыз Сырым шешеннің нақыл сөзіне көңіл бөлейік. Бұны біздер балалар ассоциация әдісімен жаттауға қане дағдыланып көрейікші. Су бірінші. Су анасы құлақ, сөз анасы құлақ, жол анасы тұяқ. Енді балалар осыны сурет арқылы жаттайық. Су анасы құлақ, сөз анасы құлақ, жол анасы тұяқ. Ал енді осы нақыл сөзді іс-әрекетпен жаттап көрейікші. Су анасы құлақ, сөз анасы құлақ, жол анасы тұяқ. Жарайсыңдар балалар. Сіздерге қайсы әдісте жаттаған өте ұнады? Іс-қимыл менен жаттағанымыз өте ұнады. Онда балалар, біз көзімізге жаттығу
көрейік. Балалар енді кітапты жиі оқыған кезімізде көздік жаттығуларды жасап тұруымыз керек. Көзді қатты ашып жұмамыз 5-6 рет. Жарайсыңдар. Екінші, жоғары, төмен, оңға, солға көзді қимылдатамыз. Жарайсыңдар балалар. Енді 1-2 минут көзді шықылықтатамыз. Ал енді балалар, бізге ең ұнайтын әдісіміз бұл алақан әдісі. Алақанымыздан ыстық алақанды көзімізге тигіземіз. 3 рет жасайықшы. Жарайсыңдар балалар. Ал енді бүгінгі негізгі тақырыбымыз асыл сөз. Мұны мен сендерге төңкерілген сынып әдісі арқылы жаттап келуді берген болатынмын. Ал енді бірінші шумақты атам менің аманда. Айта қойшы. Атам менің аманда, әдетте жан бол деген асыл сөз санамда, жасы үлкенге жол берем. Ал Алтын орап кісіні, кезбесін өтпесін көлдеде ізет кішінің, сәлем қол беремін. Атам менің әмәнді кіші бол дегені. Асыл сөзді санамда, мақтан жолды жөн көрем, өзімді мен өзгеден санамаймын жоғары. Әуес боп жел сөзбенен көргенім жоқ менен. Атам менің әмәнді, әділетті бол деген асыл сөз. Алдыратын ятқа, жалған сөзге төзбеймін, жеткізетін мұратқа, тек шындықты көздеймін. Итек атам әмәнді, берем ділік борышым, қадірлі қарт адамға берем ұлы болышым, орындаймын тағамды, тілегімнің бәрінде, кейде алып қалғанда әкеп берем бәрінде. Атам менің әмәнді, бұл дейтін тұғым құлауыз, асыл сөзі санамда, алып жүрем құлауыз. Үлкенінде кішінің айтқан тілін аламын, істеп бәр нәрсенің гүліндерін табамын. балалар, бүгінгі сабақта не үйреніңдер? Сен не үшін не қиын болды? Саған қандай тапсырма қызықты болды? Осы жайында кері байланыс бересіздер. Жарайсыңдар балалар.